Ей, тәкаппар дүние. Сіздің концертіңізді көріп отырмыз бағана. Мен өзім ютубтан көрдім, қарадым. 75 жасыңызға орай Асанәлі ағай сахнаға шығып бірінші әнін орындады ғой. Содан кейін сізге Алтошка деп, екеуіңіздің қарым-қатынастарыңыз кәдімгідей көрініп тұр. Өте жақын, аға бауыр бір сыйластық. Өйткені Асанәлі ағай жүрген жерінде сіз туралы айтатын. Жүрген жерінде сізді тастамайтын. Осыдан да білуге болады қаншалықты жақын екен, себебі Асанәлі ағайымыздың енді қазіргі таңда артынан қалып кеткен үлкен мұраларының бірі, ол өзінің қос ұлына деген сағынышы, сонымен қатар кіші ұлы Асанәліге деген үлкен үмітін, махаббатын жеткізген ән Құлыным әні. Негізі енді шыны керек, сіз өзіңізге композитор ретінде, енді сондай тағдыры ауқымды адамның өзі бар, қасыңызда бірге сырласып сөйлесіп жүрген адамның тағдыр жөнінде осындай сезімдерін жеткізетін әнді жазу қанша уақыт алды және де қаншалықты қиын болды өзіңізге? Бірден соң ән жөнінен бастайық. Енді ағаны бүткіл әлем, жаңағы қазақ деп айтпаймын, кино актер есебінде, драма актер есебінде таныды. Енді аңызға айланған адам деп есептеді. Және жұлдыз деп есептеді. Жұлдыз емес, аңыз. Аңыз деген жұлдыздан жоғарырақ кішкене. Ал енді әнші деп Асанәлі Әшімовті ешкім білген жоқ. Ағаның мен сахнада бір ән айтқаны көрген жоқ. Мысалы, сахнада, кинода айтқаны көрген жоқ бұл шында. Күндердің күнде осыдан бір 12-13 жыл өтіп кетті деймін. Енді өзің айтып отырсың ғой, ағам мен жақсы кәдімгі анау өзінің бір жақсы көретін інісі болдым, екеуміз жақсы араластық, бір бауырдай болдық. Ол жерлестігіміз үшін емес ол. Басқаша мені өзінше жақсы көрді. Бір шай ішіп отырып, онда Бағдат жеңгеміз бар арасында. Мен айттым, аға дейді, мен мына арнау әнді көп жазбаймын. Тапсырыс ән жазбаймын. Біреулер тапсырыс береді. Менің осыны әкем мынандай адам еді, соған ән жазып берші. Немесе менің шешем мына, немесе менің туған күнім келе жатыр, осыған ән жазып, мен жаза алмаймын ондай ән. Мен айттым, аға, арнау әнді мен айландарға үш адамға арнағам. Біреуі, енді менің ол кісі моральды жағынан ұстазым болған Кенен Әзірбаевқа, сағындым Кенен атам деген ән жазған. Менің ең алғашқы жазған әндерімнің бірі сол. Екіншісі Мұқағали Мақатаевқа арнап жаздым. Елім сені сағынды деп. Ал үшіншісі менің пірім Сүйінбай деп Жамбыл атам айтса, менің пірім Нұрғиса деп Нұрғиса ағамның рухына Қараша қаз қайдасың деп Исраил Сапарбай екеуміз жазғанбыз. Бұл ән қазір Құрманғазы оркестрінде, Отырар сазы Тілендиев атындағы оркестрде, бүткіл қазақ ұлт аспаптарының оркестрінің барлық жерде нотасы бар, барған жерде шақырып, сол әнді маған айтысады, Қараша қыз қайдасың. Сол Бағдат жеңгем екеуі отырған, мен айттым, аға, мен осы үш ұл адамға өзімнің әнімді ішімнен жүрегімнен шығарып жазып едім. Сіздің тағдырыңыз туралы бір ән жазсам қалай қарайсыз дедім. Бірақ тура ағаның өзі орындайды деп ойламадым. Мен ойладым, өзім айтам ғой. Немесе біреуге айтсам деп ойлағам. Содан 2-3 жылдай, шынын айтайын, мен жаза алмадым. Келмеді, ырғағы келмеді, ойыма келмейді. Енді анау компьютерге қарап отырып 1 сағат 2 сағатта жазылса, бұны бәленбай ақшаға сататын композитор емеспін. Мен жаңағы 99 тамырымды шымырлатып, жаңағы 9 ай толғағын жеткізіп барып жазам. Енді жасым қазір 78 келді, әнімнің саны 70-ге әрең жететін шығар. Енді арасында бір майда-шүйде бір балашаға арналған әндер бар. Ал негізгі халық білетін бір 15-20 әнім. Содан ағам Алтошқа жазсаң жаз деді жаңағы. Батасын алдым. Содан 3 жылдай қиналдым ау. Жаза алмадым. Күндердің күнінде онда мен қызметтеймін. Қазақ концерт ұжымының бас директорымын. Жасым 70-ге жақындап қалған кез ау. Содан күндердің күн әннің ырғағы келді. Жаңағы ұқсат сұраған кезде Жүрсін Ерман қасымызда болған. Мен айттым, мен аға сөзін Жүрсін жазады. Жүрсін күліп те қойды, оның ойында түк жоқ. Сол 3 жылдан кейін сол ән ырғағы келген кезде өзімнің кабинетімде отырып, домбырамен шертіп, әннің жаңағы мәтінін, ырғағын Жүрсінге жібердім. Жүрсін, мынандай өзім бірінші шумағын жаздым. Ойымда болған жоқ, әлі Асанәліға орындайды деп ойлаған жоқпын. Соны Жүрсінге жазып, 20 минуттан кейін звондайды. Алтайға дайын деп. Қой, қалай 20 минут? Мен 3 жыл дайындырам. Қой, сен де 3 жыл адам шығарма жазам екен. Міне 20 минутта. Яғни енді сөз керемет. Сөз шынын айтайын, әннен артық шығар. Бірден басыма түсті, мына әнді мен орындаған болмайды екен. Мұны Асан ағаның өзі айтсын.
соны ойыма түсті дағы әннің жақсырақтарын келтіріп нотасын түсіріп, өзімнің жаңағы музыкантым бар, Хамид деген азамат, талантты жігіт, нота сауаты жоқ, бірақ талантты өте. Хамид шақырып алдым да айттым, мен мына әнді сен жаңағы оркестровый айтады, аранжировка жаса, өңдеу осыны. Асанәлі ағаның өзі айтады дедім. Қойшы, айта аламайды, айтады дедім. Қорқып кетті. Содан жаңағыны ырғақтың бәрін түсіріп, келтіріп, Хамид маған 3-4 күн өтті сол арада. 3-4 емес, бір аптада өтті. Әлі Асанәлі ағаға айтқан жоқпын. Онан кейін домбырамен шертіп отырып, әнді Бағдатқа жібердім. Бағдат мына әнді ағаға құлағына құй, үйрете бер. Ал енді оркестр біткен кезде өзім шақырып алып жаздырам. Содан енді Бағдат күнігінен алдынан қойып қояды, домбырамен шертіп отқан менің даусыменен. Аға, енді талантты адам ғой, талантты адам болғаннан кейін барлық салада талантты болады, барлық жағынан. Енді аға жаңағы әнді үйреніп алады. Онан кейін оркестровка дайын. Осы офиске келдім дағы, ағаны жетектеп, жаңағы студияға алып бардым. Студияға алып бара Хамид отырды, мен өзім алдында құлағымызға киіп алып, ағаны кіргізім. Жаңағы ол анау дауысты дайындап, елдер вокали жасап, классикамен айланып жатады ғой. Жоқ, бірден келді, Антошка, мен бірдеме айтамын деді, үйрендім. Енді бір аптаны домбырамен айтып жүрді ғой. Содан шынын айтайын, 40 минутта бітті жазып, 3 шумақты. Ал енді кәсіпкер, аттарын атамай қойған кәсіби әншілер өзіміз ілесіп кеттік. Бір күн жазады, ой, болмай қалды, келесі күні қайта жазады, болмай қалды, 3 күн, 10 күн жазуы мүмкін. Аға 40 минутта жазады, міне талант деген осы. Ал енді сол ән мінекей, менің өзімнің тағдырыма риза болатынмын. Аңыз адам, жұлдыз адам, кино жұлдызы, драма актері, халық әртісі, герой, халық батыры Асанәлі ағаның менің әнімді айтып, бүткіл халыққа жеткізіп, 10 жылдай өзінің бұны тұсауын кескенде ағаның бір үлкен бір кеші болды. Мейманханада. Сөйерде аға бірінші рет айтты, маған үлкен әдемі өзінің бір шапанын жапты, жүрсінге бір шапанын жапты. Содан енді клип түсірілмесе де ағаның айтуында көп жерде орындалды. Менің 75 жылдығымды айтты, Астанада, Алматыда, тағы да басқа жерлерде, Таразда. Сол айтқандай мен мына әнді жазғаныма өзімді өте бір бақыт санаймын. Ән шыққаннан кейін бір неге эфирге шығып кетті ғой. Сәкен ініміз звондайды, Майғазиев. Жылап тұр телефоны. Көке жүрегінен айналайын. Не деген ән? Бұндай ән тек қана сіз жазасыз. Жылап тұр телефоннан. Енді жаңғыз жүрсін емес. Кімнің ағаның қарындасы, ол кісі жылағанын өзімін көрдім. Ол емес, ағаның қайтыс болғанда бір ай бұрын Астанада үлкен бенефис концертін қойды ғой. Сол кезде залдың ішіндегі көздерін бет сүртіп атқан талай азаматтарды көрдім. Сол айтқандай, бұл ән ағаның мәңгілік артында қалған үлкен бір мұра болды деп есептеймін. Мен тағдырыма өте ризамын. Әрине, бұл өлең сонымен қатар біздің театрымызда Асанәлі ағайдың өмір дерегіне негізделген Тағдыр татасы деген спектакль бар. Соны соңында аяқтайтын кезде енді біз біраз басымыз қатқан басында. Енді Асанәлі Әшімұлының өмір дерегі, бала Асанәліден дана Асанәліге дейінгі шағын көрсетеміз. Ең соңын аяқтайтын кезде қалай аяқтасақ болады деп ойланып отырған кезде Асанәлі ағайымыз өз айтты. Осы әнмен аяқтайық бұл спектакльді. Және де бір сол әнді соңында бір дайындық барысында бір шырқап көрген еді, бір жетіспей тұрған бір пазл өз орнына түсе қойғандай болды дәл. Бүкіл өзінің өмірін, махаббатын, сағынышын осы әннің күйінде, музыкасында, сөздерінде және де Асанәлі ағайымыздың өзінің ерекше бір орындауында десек те болады. Ол ән спектакльде қанша ойналса, актерлар, көрермендер сонша жылайды. Бұл әннің бір ерекшелігі ұлына ғана емес, қазір тыңдасақ, бізге шәкірттеріне де арналған сияқты әсер қалдырады. Тағы бір әңгіме аға, осы сіздер жақсы іні дос болдыңыздар, барлығы айтып жатады, мынандай пікір бар. Өнер адамдарының арасында достық болмайды, тек қана конкуренция деген сияқты. Сол өнер адамдарының арасында шынайы достыққа көзі қарасыңыз қалай? Бұл үлкен өзі сұрақ. Ағаның бір ауыз екі шумақ, бір шумақ несі бар айтыңдар, сендер білесіңдер. Өнердің жаны құштарлық, жауы іштарлық. Айтшы, соны айтшы. Өнердің жаны құштарлық, жауы іштарлық. Іштарлық дейді. Міне іштарлық деген
өнер азаматтарының ішінде өте көп кездеседі. Мен өзім енді 45 жылда ел басқардым. Ел басқарғанда концерттік ұжымның директоры болдым. Оның ішінде 17 жыл Жамбыл облысында, Жамбыл облысы филармония, Алатау деген ансамбльдің директоры болдым. Одан Алматыға көшіп келгеннен кейін 90 жылы Алматы облыстық, 98 жылы бастадым. Алматы облыстық Сүйінбай атындағы филармония директоры болдым 5 жыл. Онан кейін 18 жыл Қазақ концерт, кәдімгі бүткіл Қазақстандағы бас концерттік ұжым, Қазақ концерт ұжымының генеральный бас директоры болдым. 4 жыл сол филиалдың директоры болдым. Енді іштарлық дегенді мен өте көп көрдім. Өз арамызда. Бірақ барлық жерге сабыр сақтап, олардың бәрін жаңағы ептеп жаңағы анау мынандай, мынау бүйтіп қалды, мынау сөйтіп қалды дегені бәрін басу айтып, оларға ақылымды айтып отырдым. Іштарлық деген жаман нәрсе бұл. Бұл енді қызғаншақтың қыз иті дейді, мен сөйтіп айтам. Қызғаншақтың қыз итінен түсе, ұят болады деп қоямын. Біреуді біреу көре алмау деген ол өзін жамандау деген сөз. Мен осындай адаммын, мен көре алмаймын деген адам. Мен ағаның осы бір адамды жамандап отырғанын көрмеймін еш уақытта. Өзінің қас дұшпанын өзі мақтап отырады, басынан сипап. Сол айтқандай, ол іштарлық деген өте жаман нәрсе, өнер азаматтарының арасында көп. Ал енді көп азаматтар ақылы бар, ойын тоқтатқан азаматтар іштарлыққа бармайды. Қайта бауырынан тартып, оны жоғары көтеріп, өзінен жоғары қойып отырады. Бұл енді үлкен бір азаматтыққа жатады. Айттым ғой, мен 45 жыл ел басқардым, талай мен қызықтарды көргем. Енді Роза Бағланов әпкемізден бастап, бүгінгі мына Мақпал Роза Рымбаевалардың бәрі менің қолымда қызмет жасады. Мен солардың бас директоры болдым. Енді басқа ұжымдарды айтпағанда. Ал енді өзімнің шәкірттерім өсіп жатқан, оны елдің бәрі біледі. Мен енді атағым Қоразбаев халық әртісі, бір жағынан халық әртіс болсам, бір жағын үлкен ұстаз санайды мені. Ұстаз деп есептейді. Сол айтқандай Құдайға тәубә. Енді жаңа өзің айтпақшы, бұл іштарлық деген өте жаман. Кім болса да, мысалы қандай әнші болсын, немесе драма актер болсын, менің айтар ақылым, іштарлық деген ол өте жаман қасиет. Адамның бойындағы жаман қасиет. Ағаның жаңағы екі жол өлеңі өте дұрыс айтылған. Сол себептен де іштарлықты қою керек. Кейбір азаматтар мысалы, атын атамай-ақ қояйын, мен өзім бір құрдасым, өзінен де ұлы композитормын, ұлы әншімін деп есептейтін бір азамат бар, атын айтпай-ақ. Сол Димашқа жаман сөз айтты ғой. Димаш деген ол кездейсоқ адам, оған ерте атақ берді, сондай жас адамды атақ беруге бола ма екен деген сияқты. Бұл енді дұрыс емес қой енді. Кәртейгенде де адам ақылды болып, кәдімгі әдемі болып кәртею керек. Үйтіп аузына түскен сөз айтқан дұрыс емес. Оны атын атамаймын, кім екенін айтпай-ақ қояйын. Асанәлі аға, достыққа қалай еді сіздердің достықтарыңызды енді бәріміз білеміз. Сіздің сұхбаттарыңыздан, Асанәлі ағаның сұхбаттарынан үнемі айтып жүресіздер бір-бірлеріңізді. Енді Асанәлі ағамен мен 70-ші жылдары осы Алматыда консерваторияның студентімін. Сол кезден сыртынан таныдым. Содан консерваторияны тамамдағаннан кейін, ол кезде ағаның уже аты абыройы жоғарылап кеткен, жұлдызда жүрген кезі. Сол кезде енді Асанәлі ағаны елдің бәрі Асанәлі ағаға еліктеді. Асанәлі аға ұқсап сақал қойды, мұрт қойды деген сияқты. Содан Асанәлі аға күндердің күнде 50 жаста болады, есімнен кетпейді. 50 жаста біздің Жамбыл қаласына, қазіргі Тараз ғой, өзінің жаңағы Әуезов атындағы жаңағы академиялық театрдың әртістерін алып гастрольдік сапарға келді. Енді мен сол жерде, ол кезде мен филармония директорымын. Жамбылда қазір Кен Назарбаев атындағы. Ағаға барып сәлемдестім, осылай енеңіз болам. Бұл енді сол 83-84 жылдары шығар. Осылай енеңіз болам, филармония директорым, аға үйден бір шай ішсеңіз қалай болады? Жарайды, барам Алтайға деді. Содан қасына ертіп, Құмантастан бек, Меруерт бар, Тұңғышбай бар, Әнуар, көп адамдар, азаматтар, 12-13 адам. Мен енді табиғат жақсы көрем. Ала жазда әлі күнге шейін жасым 88-ге седе жылда мына қазақ қырғыздың сол тауларын аралап, сол жерге қымыз ішіп, кәдімгі жаңа қолдың шелпегін жеп, жаңа қолдың қаймағын ішіп, жаңағы таудың жаңағы мына Саңырауқұлақ дейді, қозқұйрық деп қояды ғой. Тура содан 3-4 күн бұрын өзім тауға барып, қасым бар Тоқбай деген ағам бар. Екеуміз таудан Саңырауқұлақ жинап келгенбіз. Саңырауқұлақ жинап келгенбіз кәдімгі қозқұйрық. Sonra Шымкенттің тауларына, Қазығұрт тауына бардық қой деймін. Жоқ, Қазығұрт емес, осы Қаратаудың етегі. Шаян жақтарда екеуінің, жоқ, Шаяннан бері. Қаратау мен Алатаудың
түйіскен жерін. Сол жерден Саңырауылға жинап келгем, үйге қонаққа шақырдым. Аға келді. Барлығы отыр, бірден жаңағы Саңырауылақта жаңағы қойдың қозының құйрығын қосып өзім қуырдым. Жақсылап тазалап, енді оның рецептін бәрін білем, қалай істеуін. Мен енді тамақ істеуге өзім бейімдімін. Қазір ғана қойып жүрмін, әйтпесе көп тамақты өзім істеймін. Ондай сұрақ қойсаңдар да болады. Содан жаңа қуырдақты алдына қойдым барлығының. Жаңағы 10-15 әртістер отыр. Соны кейін осы Әнуар марқұмға деймін. Алтеке дейді, мен талай жерде қонақта болдым дейді. Аға да болды сол кезде. Жаңа нені жеді ғой, қозы құйрықты. Қазақтар уже қозы құйрық жемеген кезінде. Қазір үйреніп келер. Қазір дүкенде шампиньон бірдеме деп толып тұр ғой. Сол кезде енден бастап атқан кезі болса керек. Аға да жаңа қозы құйрықтан жеп мәз болды барлығы. Жаңағы жігіттер айтады ғой кейін. Осы тұңғышбайлар талай қонақта болып, танай қойдың басын, жылқының басын, сиырдың жауырынын не дейді жебедік. Бірақ сондай дәмді нәрсе жеген жоқпыз деп айтады. Ағаның танысқан кезім сол болды. Содан ары ағамен араласып кеттік. Сол кезден бастап аға менің атымды атаған емес. Әр уақытта да Алтошка деп қояды. Содан 90 жыл не керек Алматыға көшуге тура келді. О шақтағы азаматтар шақырды, қызмет ұсынды. Содан Алматыға тура 90 жылы мына гостиница мейрамхана Қазақстан үлкен өзі Алматының көркі ғой, керемет. Соның алдына бір Москвич 2141 деген жаңадан шыққан кезі, жаңадан алған. Бір өзім атымда емес, бір азаматтың атында болатын. Соның алдында Москвичті қойып қойғам. Аға келатырген қасында Тапалшинов деген азамат болды. Ол кезде ол Семей филармониясының директоры болады. Мен әріптесім ғой. Амандастық. Аға ол кезде еді 32-35 жас бекен, 40 жас ма? Жас кез енді. Ағада мен 10 жас кішімін, тура 10 жас. Содан, Алтошқа қаяқтан жүрсің? Аға осында Алматыға келіп көшіп келіп жатырмын. Алла қаласа бір айдан кейін келем. Қазір гостиницада жатырмын. Жүрсем бөлмең кірейік деп сөйтіп. Айтқанда машинаны көрдім. Мынаданға машина деді. Жаңадан алдым. Өмірде жоқ деймін сол кезде. Жаңадан алып ем, Тараздан айтып келдім. Ішіне кіріп бар, машинан құтты болсын. Мынау керемет енді Москвич аты. Қазір енді ол болмай қалды ғой. Содан машинаны көрді, жүр енді бөлмеге бардым. Дастархан жасап, шай пайымыз ішіп. Енді аздап анау шарап, қызыл шарап жақсы көретін болгардың шарабы. Содан ептеп іштік. Менің қалтамда билетім бар. Бүгін кешке Таразға ұшуым керек. Ол кезде Таразға 3 рейс ұшады, ұмытпасам 241 мет, 541 рейспен Таразға ұшуым керек. Машинаны сол ол кезде ұрлап кетеді, машинаны көрінген жерге ұстауға болмайды. Сол жаңа гостиницаның астындағы тұраққа қойып кетейін деп отқан. Аға билет алды, бүгін ұшам деп сөйттім. Қайда билетің деді. Ол кезде билет қазіргі электронды емес. Билет алып қолына бердім. Сөйтіп билет қарап, бүгін ұшады екенсің. Ертең ұшады екенсің ғой. 12-де ме 12-де? Бүйтіп жыртып мусорға тастай салып, мен көзім бақырайып, аға бұныңыз не? Машинамен барамыз Алтеке деді. Ана машина қызығып тұр ғой. Мен де барам Таразға, машинамен барамыз деді. Лә жоқ. Келесі күн таңертең келді, мен тізгінге отырдым. Сонымен Таразға тарттық. Жол жаңағы әңгіме, дүкен. Жаңағы елдің бәрі таниды, аған ешкім тоқтатпайды. Гаи майдан қорықпаймыз. Таразға барып, өрде де біраз біздің үйде болдық. Ар жағы есімде жоқ еді, көбін айтсам. Содан ағамен қатты етен араласып кеттік. Кейін енді Алла тағала ағаны аямады. Мәди кетті, Сағи кетті. Ол кезде де араласып, өзім барып, көңіл айтып. Сол сәттерде жанында болдыңыз ғой? Иә, жанынан шықпадым ағаның. Нүген аға шахмат жақсы көреді. Шахмат ойнайды. Осы офиске келіп шахмат ойнаймыз. Нүген анау карта деген бір ойын бар. Енді анау бұзақылыққа бармаймыз, карта ойнаймыз. Кейбірді айқайлап қоямыз. Ол кісі орысшылап боқтайды. Аға, боқтамаңыз деп қоямыз. Орысшылап боқтайды. Жоқ, мен емес. Картаны боқтап отыр. Аға деймін, мені боқтағандай. Боқтамаңыз деп қоямыз. Нүген аға кейбірде енді картаның бір нелері бар. Өтірік деп айтпаймын. Битіп қалады. Мен айтамын жігіттер, көз бұқсып қоям. Ол Асырын Әшімов қана жарасады, басқа ешкімге жараспайды. Жоқ, ұтылса толық береді ақшасын. Ұтса алады. Солай болатын. Енді бір күні тағы бір қызық әңгіме.
бір журналист жігіттер ағаға неше түрлі каверзин сұрақтар қояды. Көріп жүрсіздер ғой? Иә. Анау діни туралы, басқа туралы, сол мен туралы сұрақ қойыпты. Ол өзіменен жібермек. Ненің Тараздың жігіті, Меркінің жігіті. Аға, Қоразбаев Алтынбекпен андасында карта ойнайды екенсіз. Ол қандай жігіт өзі? Қалай ойнайды десе? Ой, Алтекең, өте күшті жігіт. Ол картаны қатты ойнайды. Оның ставкасы жоғары. Дейді ғой. Нүге мен жаңа көріп қалдым ютубтан. Нүге жеңгеміз звондадым Бағдатқа. Бағдат, қалайсың? Кеше ютубты көрдіңдер ме деймін. Бағдат шошып кетті. Ойлады мен қазір ұрсады екен деп. Алтеке, кешіріңізші, анау оңбаған анау журналистер ағаңа қандай бір каверзин сұрақтар қойып, ағаның үшін басын ауыртып, тұратшы Бағдат, тұра тұр дедім. Тоқта, мен айтайыншы. Ойлап отырмын, мен ұрсады деп. Бағдат дедім, мен ағаға рахмет айтайын деп отырмын. Аға менің мына карта ойнап жүрген жігіттердің ортасында абыройымды жоғары көтеріп, бүткіл Қазақстандағы карта жігіттер менен қорқатын болды. Ағаға рахмет айтайын, деп қойды жаңағы. Енді аға мен осындай әңгімелер көп, талай гастрольдік сапарларда болдым. Мына Жүрсін Ерманның айтысының жаңағы біз әділ қазылар мүшесі боламыз. Енді ол кезде айтатын, айтпайтын әңгімелер бар. Ағамен бірге жүріп, бірге тұрып, кейбірде аш суда ішіп қоятымыз андасын. Ол кісі көп ішпейді, 100 грамм, 50 грамм ішіп қояды. Бізді қадағалайды, бірақ сен неге ішпей отырсың деп жауап. Бірақ мен ондайға жоқпын. Енді ағаның енді бейнесі, ағаның кейпі, ағаның мәңгілік екенін бүткіл қазақ мойындап отыр. Енді аға әр уақытта біздің ойымыздан кетпейді. Асанәлі ағай, басында келе салысымен жаңа өзіңіз айтқандай ғой, мүлдем ешкім жамандамайтын еді деген сияқты. Ең бірінші айтатын сөзді бірінші курста бізге жақсы актер болу үшін жақсы адам болу керек дейтін еді ғой. Ол деген енді кез келген істің бастамасында ең бірінші жақсы адам болу керек деген бір қағиданы дәріптейтін. Енді қазіргі таңда сіз де енді қазақ эстрадасының ұстазысыз ғой. Енді қазіргі таңда сіздің шәкірттеріңіз ел ағасы болып отыр, үлкен концерттер беріп отыр. Оларға енді өзіңіздің жазып берген әндеріңіз жаңағыдай сағындың ба, сағындым Алматымда, жаңағыдай қоштасудың қиын-ай деген әндеріңізді беріп, ол әндер ол кісілердің визиткасы болып кетті, шыны керек, паспорты болып кетті эстрадада жүргендегі. Енді шәкірттеріңіз өзіңіздің көп осы орайда сізден де сұрағым келіп отыр. Шәкірт тәрбиелеудегі қағида қандай? Өзіңіздің қағидаңыз бар ма, қалай? Енді ұстаздан шәкірт асып жатса, одан артқан бақыт жоқ. Енді мен бас жағында ойлаған жоқпын, осындай менің шәкірттерім болады. Мен енді папка ұстап, бір қолымда домбыра қызметте жүргенде Жамбыл облысында. Сол ол кезде 9-да Мейрамбекті өз мұғалім маған алып келді, менің кабинетіме. Алтеке, мына баланы қарап беріңіз, сіздің анау сағындым Алматым деген әніңіз ол кезде жаңадан шыққан кезі. Бұл енді 85 қой деймін, 85 жылы. Мейрамбектің отырған кезде аяғы жерге жетпейді. Көзім өлтіретеді, мені қорқып тіреді, жаңа домбырамен шерткенде сұмдық сағындым Алматымда бірден көзім түсті. Оның кейін шешесі біздің мәдениет басқармасында бухгалтер кассир болып істейді. Оның шешесі звондады, "Ей, Жібек, сен қызықсың, мына балаңды неге маған көрсетпейсің? Сен әнші емессің, анау күйеуіңді білем, Әбіләшім. Ол бір ақ көңіл дарылдап қалған, ән, өлең, домбыра деген шаруасы жоқ." Нағашы атасы ұста болған екен, ұста. Ұста да өнер қойды. Ұста, кәдімгі темір ұста болған. Содан жаңа Мейрамбекті қаяқта оқисың? Сүлейменов атынан мектепте оқимын. Қой, сен музыкальный мектепке баруың керек. Музыкальный мектеп менің отырған жаңағы филармонияның ар жағында бір ары кетсе 500 метр жерде. Музыкальный мектепке апардым. Сөйтсем, ол кезде сондай заман қасақана Глинка атынан музыка мектепте домбырадан беретін мұғалім жоқ. Қобыз бар екен, қобыз. Содан қой сен қобызды оқы. Ол да енді не ғой, музыка қой енді. Соның бас жағында Мейрамбек қобыздан бастаған әңгімені. Қобыздан кәдімгі. Ана түскі жиын сабақта болады. Түстен кейін жаңағы қобыз класстан барады, сабақ алады, маған келеді жаяу. Мен кабинетте отырып домбыра үйретемін, отырып алып екеуміз ән үйретемін. Кеш жарық бас жағындағы жаңа сағындым Алматымда жаңадан әугөй домбыра сол әндерді бір айтқаннан қағып алады. Жаңа Мейрамбек сол бұл 85-86 жылдары менің концертіме қатыса бастады. Алматыда концертім 87, 88, 89-да. Оған қатысты.
сол кезде тоқтармен таныса бастадым. Анау бұрынғы білім министрі Беркінбаева Шәмші Көпбаева деген әкпеміз болған, бір керемет адам еді, ақылы. Сол кісімен танысып, онда министрлік Алматыда Алтеке бүткіл Қазақстаннан өнерпаздар жинайық. Соны ат қойдық оған, ізбасарлар деп. Содан қазіргі Жамбыл атындағы филармонияда үлкен конкурс жасап, Мейрамбеген бірінші тұрғай алдында. Ол кезде әлі бозторғай шыққан жоқ. Менің 3-4 әнімді орындайды. Сол конкурстың ішінен жаңа Тоқтарды таптым. Көп азаматтардан. Ринат деген жігіт Жамбылдық. Оған Ақтөбеден 1-2 бала, Талдықорғаннан бір балалар, солардың бәрін жаңа жинап, таланттарын дәлелдеп, жаңа Беркінбаев екеуміз де член жүріп отырдық. Анаксы министр. Содан 4 жігітті Жапонияға жібердік. Озып шыққандарды. Оны Беркінбаев өзі ұйымдастырды барлығы. Ішінде Мейрамбек бар. Неден Ақтөбеден 2 жігіт бар. Ринат сол 4-өө кетті. Енді шәкірттер туралы әңгіме ұзақ менден айта берсе. 89 жылы Республика сарайында менің 5 концертім өтіп жатыр. 5-еуі данышлақ. Мен Қазақ концерттің енді Жамбыл облысындағы жаңа мүшесімін, директормын. Концерттен бір тиын алмаймыз. Мейрамбек 5 теңге 500 тиын. Ол концертке 7 домбыра қатысты. Мақпал Жүнісова, Айтқұл Қанат Құдайбергеновтер, Жанар Айжанова, Қарлығаш Қожығазина деген Жамбылдық әнші, Мейрамбек және мен болды. Тәкен Молтақынов деген біздің конференциямыз, жетекші. Сол 5 концертті Қазақстан гостиницасында тұрамыз, 21-22 этажда. Мейрамбек кішкентай менің қасыма келе, таңертең сағат 10-да қарасақ, Республика сарайына ұзынан ұзағына Лениннің жаңағы музейіне баратын сияқты очередь тұрды. Көке дейді, көканың олар кім дейді. Мен айттым, бұл білмеймін кім екен. Анығын білсек, біздің концертке билет алып жатқан көрермендер екен. Сонда мен айттым, айналайын, Мейрамбек мұны біздің концертке, авторлық концерт қойын. Соған келіп отқан көрермендер деді. Мен Мейрамбекті енді ақылын қараш. Көке кейін, мен де концертім осындай болар ма екен деді. Мен Құдай ау мен деген шығыр, болады балам дедім. Көрмейсің мен. Қазір енді мына Мейрамбектердің концертіне билет алмайды ешкім. Тағы да тұрғы сол концертте бір әңгіме айта кетейін. Бұл да болған әңгіме. Жаңа мен айттым ғой, менің бірім Нұрғиса деп. Енді Жамбыл атам, менің бірім Сүйінбай деген, менің бірім Нұрғиса демекші. Сол 5-ші концертке Нұрғисағаны шақырдым. Алдыда ауруханада жатқан, ауруханада барып өзім көңіл сұрап шықтым, бара алмаймын деді. Бірақ тура 5-ші концертте мен жатқан жаңа нөмірге аға звондады. Менің ол Петухов дейтін. Петухов, мен больницадан шықтым, сен бүгін концертің барам деді. Қазір қайдасың? Мен гостиницадамын, мен келем деді жаңа. Мен де баламын ғой. Өзім бармай шопырымды жібердім филармонияға. Мен филармонияның алдында тұрам деді. Филармонияға барып шопырым, Нұрғиса сіз ба деп танымайды ғой. Ол кезде қазіргідегідей медиа дамымаған. Қалта телефон жоқ. Нұрғиса деген сіз ба дейді. Менмін, сен кімсің? Мен Қоразбаевтың шопырымын дейді. Содан алып келеді ғой. Есіктен кіре берген кезде барып құшақтайды десем, енді жайлап бетімен шапалап ұрды. Сен ақ өзің келмейсің, күтіп алған. Ай балалығы. Қазір аға тірі болса төбімізді көтеріп қой. Содан келіп біздің шайымызды ішіп, Мейрамбек жүгіріп жүр. Бала 9-10-дағы бала. Мына бала кім деді. Оға бұл мен шәкіртім еді. Бір ән тыңдайсыз ба деп. Бозторғай шыққан кез 89 жылы ғой. Бозторғайды айтты. Аға деген аузы ашылып, көз бақырайып Нұрғисаға. Мына бәлені қайдан тауып аласың? Мына масқара ғой деді. Келді, әкеш бетіңні, бетінен сүйіп. Аға дедім, мен бұны түкіріп беріңіз аузынан дедім. Мейрамбек енді, бала ғой, маған жалтақ анаңын қарайды деп аузын ашты. Балапан сияқты кішкентай. Енді ана кісі эмоцияның адамы, енді композитор ғой, пөде өтірік түкірмейді. Бүткіл түкіргі жинап алды аузына, былшықты келді. Болған әңгіме. Бүткіл жинап, кәдімгі жинап алды. Мейрамбек деді, маған қарайды. Жұтайын ба деген сияқты ба? Көкен есті, ойбай жұт. Ойбай жұт. Содан енді, Алла тағала мінекей, Мейрамбекте енді мінекей, эстрада, жаңағы эстрадалық әншілердің көкесі болып қалды. Мен атасы ол көкесі болып қалды. Құдайға шүкір. Одан кейін талай шәкірттер енді тәрбиеледік қой.
Тәубе, енді мен енді ешқандай өкінішім жоқ, өзім бір бақытты ұстаз санаймын. Мен өзімде есімде бала күнімне осы әндермен, жалпы қазақ әндерімен сіздің әндеріңіз арқылы таныспын. Өйткені енді сіздің әндеріңізден бір емес бірнеше поколение өсті ғой. Менің мамам өз сіздің фанатыңыз болған. Үйде кішкентай кезде магнитофон бар еді. Сол кезде Алтынбек Қоразбаев деген кассета болатын. Мен түсінбеймін, басында қараймын, Алтынбек Қоразбаев деп тұр, бірақ Тоқтар Серіков, Тоқтармен Бейбіт, Музарт бәрі тұр. Мен түсінбеймін не үшін екенін. Сөйтіп өлеңдерді қосамыз, жаңағыдай қоштасудың қиын-ай, соның барлығын естиміз. Сағындым Алматымды. Bir кезде қателеспесем Қара шал болды. Сіздің өзіңіздің орындауыңызда Қара шал болды. Қалған бүкіл әртүрлі әншілердің әндері бала күнде ең бірінші сол әнмен танысқан болатынмын. Кейіннен қараймын, өскеннен кейін барып, енді студент шақта деп айтайыншы, шыны керек. Сол кезде білгем ғой, мен Сағындым Алматымды бәрін сіз жазғаныңыз. Өйткені мен бірінші курста вокалдан ұстазым тапсырма берген кезде сол Сағындым Алматымды береді маған. Сол кезде көрем, әні Қоразбаев деп тұр. Басында кім? Алтынбек Қоразбаев, ол кісі жазған, ол кісі әнші еді ғой деп, әнші ретінде ғана білгенбіз ғой. Кейіннен іздестірем, қарасам, ананың авторсыз, мынаның авторсыз. Кейінен бірақ ойланып тұрмын, андай не деген диапазон деймін. Біріншіден дәстүрлі ән бар, бұл жерде эстрада бар, әртүрлі жанрлар шыны керек. Оның барлығында бірақ ортақтас бір дүние бар, ол қазақтың үні. Және де осы орайда егер көріп отырған жас композиторлар, аранжировщиктер болатын болса, өзіңіздің көзқарасыңыз бар ма? Уақыт өткен сайын сыннан өтетін басты шарт бар ма? Өйткені сіздің әндеріңіз жаңағы айтқандай бір поколение емес, бірнеше поколениеден әлі күнге шейін келе жатыр. 25-іңіз бар, Сағындың бар, барлығы келе жатыр әлі күнге шейін. Бірақ кейбір әндер бар, қазіргі таңда шығып жатқан әндер, енді бір рет хит дейді ғой бізде. Бір шығады, бүкіл ел жұрт айтып кетеді да, бір айдан кейін ұмытылды, басқа бір дозаны іздейтін сияқты болып кетеді. Бұл шығармашылықтың өте қиын нәрсе. Мысалы, мен енді ұлы деп айтуға аузымды толтырып айтам, Нұрғиса Тілендиев ұлы композитор. Мен ұлы деп аузымды толтырып айтам, Шәмші Қалдаяқов ұлы композитор. Мен ұлы деп аузымды толтырып айтам, Ескендір Хасанғалиев ұлы композитор. Бәрінің көзі жоқ қазір. Ал енді сол ағаларымыздың қазір артта қалған Нұрғиса ағамның енді бір 15 әні халықтың аузында. Күй өзгеше. Ана 2-3 күй бөлекше. Ескендір ағамның да сол сияқты бір 20-30 әнін халық айтады. Оның ішіндегі енді жаңа Атамекен сияқты мысалы Ескендір ағаның әндерін халық кәдімгі думандатып, той-томалақ емес, концерттерде немесе үлкен бір жиылыстарда айтады. Шәмші ағаның қай әнін алсаңыз да, жаңа халықтың аузында, қай отырыста, кіші отырыс, үлкен отырыс қарамайды, Шәмші ағаның әні айтылып атады. Ол кісілер бақытты адамдар үлкен. Бақытты адамдар. Ал енді кейбір композиторлардан бір ән, 2 ән артында қалса, мен айтарым, ол адам бақытты деп. Сол айтқанда мен өзіме де кейбірде сұрақ қоям, шіркін-ай, ең болмаса 3-4 әнім, енді біз мәңгілік емеспіз ғой, 3-4 әнім мына халықтың құлағында бірнеше жылға қалса бақытты мен деп. Мен енді айтып отырмын ғой, 70-80 әнім бар, оның ішінде теріп жаңағы дәмдесе бір 10-15 шығар енді. Мен соның ішіндегі 5 ән халыққа мәңгілік болып қалса, мен өзімді өте бақыттымын деп санаймын. Тағы бір әніңіз ағай, 25. Сол әннің тарихы туралы айтып өтсеңіз, сосын ол әннің тағы бір бізге керек тұсы, Асанәлі ағай 85 жасқа толған кезде оның текстерін өзгертіп, пародия. Пародия жасап шырқадыңыз. Бұлан өзі қазақи ән. Бұлан туралы мен мақтанып демей қоям. Бірінші алғашқы сөзді Мейрамбекпен Тоқтар екеуі 25-ке келген кезде жаздым ғой бұл әнді. Қазір бұл әннің шыққанына 25 жыл болды. Екеуі тура 25 келген кезде енді ойланып толғанып жазған әнім, бірінші сөзін Толымбек Әлімбекке жаздырдым. Енді шын айту керек, Толымбек жақсы ақын, сатирик ақын. Ана сөз маған ұнамады. Менің өзім ақындығым бар ғой. Енді сөзді өзім жаздым қайтадан. Бірақ Мейрамбектің әнді айтып сахнаға шығып кетті. Ал келесі ар жағында мен өзім айтып, сөзін өзім жаздым. Енді мысалы мынандай сөз бар. 25-те мен дағы өлең еттім. 4 сұлуды бір түнде керек еттім.
Ұмытпадым сонда да ошағымды. Көрдіңдер ме не деген керемет. Жоқ, бірақындар маған тиісті. Осы аттарын атамай, осы мына Иранға айып, сен осы адам емессің, сен ақын емессің. Ұят емес пе ана 4 сұлуды бір түнде керек ет. Қалай ұялмайсың? Мен айттым, Иранға айып, сен басымды ауыртпа. Мен 4 сұлуды бір түнде шақырып алып шахмат ойнадым. Олармен мен ән айттым. Олармен мен әзіл айттым. Онда дұрыс екен ғой деп. Көрдің ба? Сол сияқты Айқай 25, енді менің өзімнің сүйікті әнім, бұған Ақселеу Сейінбеков ағам үлкен бір баға берген. Ол мен кітабымда жазылған. Алтаке дейді, егер де маған билік бере қойса дейді, егер де президент болсам, немесе мәдениет министрі болсам, сенің осы әнің үшін саған тағы да бір мемлекет сыйлық беремін деп айтқан ағаның өз аузынан естіген мен, құлағыммен. Сол айтқанда бұл ән өте ыңғайлы, оңай, кез келген адам айта береді. Ағаның 80 жылдығында ма? 85 жасында. Бұл әнға пародия жаздық. Ағаның жаңағы пародировать етіп, жаңағы текстін ауыстырып, өзім айтып бердім сахнада. Онан кейін тағы да өзімнің 75 жылдығымда Тұңғышбай Жаманқұлов екеуміз жаңағы бұған тағы да пародия жаздырып, ақындар бөліп өзім қостым ішінен. Ақын інілеріміз жаңағы көмектесті. Жаңағы пародировать етіп айтты. Жақында ғана Жүрсіннің 75 жылдығы болды. Оғанда Жүрсіннің өзінің ақын інілері көп қой, онда Жүрсіннің жүйріктері деген 100-ден астам жаңағы шәкірттері бар. 80 шәкірті келді әненің тойында. Соның ішінде бір-екі азамат Құзырет пен Шұғайып қой деймін, екеуі маған 3 жұмаға өлең жазып берді. Жүрсіннің кәдімгі бетперде тойының ашуын осы әнмен бастадық. Мен өзім Жүрсінді жетектеп шықтым. Жүрсіннің жаңағы ақындардың атасы екенін айтылады ішіндегі Жүрсіннің кішкене қиыншылық көргенін айтылады. Бұл ән сондай өзі жеңіл ән. Өзімнің бір ең сүйікті әндерім бірі осы Айқай 25. От болатын, шоқ болатын деген сөз өзім жаздым. Бар болатын, жоқ болатын. Аш болатын, тоқ болатын. Бұны әркім жаза бермейді ол. Иә. Бәсе мен енді түсініп отырмын, оның екі түрлі нұсқасын естіген мен жаңағы. Анау Толымбек жазған, оны Толымбекке өкпелеме, мен айтым өкпелеме дедім. Сенің сөзің маған ұнамайды. Мен өзім жаздым. Соны өзім жаздым. Осы Асанәлі ағамен соңғы сырласқан кездеріңіз есіңізде ме? Есімдер, қай кезде болды? Асанәлі ағамен енді ол кісінің кетіп қалады деп ойлаған жоқпыз ғой. Бір күні Асанәлі аға қатты ауырып қалды. Қатты емес, неге ауруханаға түсіп қалды естідім. Бір звонды барайын деп отырсам, жоқ, ауруханадан шықты деді. Сонда үйге бардым. Бағдат жеңгем бар. Жеңге бір, ой, бір әдеме қуырдағы жасағы, жеңге бір қуырдағы. Білем ғой Бағдаттың анау етті, бір жылқыны өзі бұзады. Ешкім көмектеспей. Мен мысалы соғым жеймін жылда. 5-6 адам шақырам ғой, анау базардан ет шапқыштарды шақырам, әрең жаңа қазын айландырып өзі істейді бастан аяқ. Сол жеңгем айтты, мен бір ағамен көп болды карта ойнамағалы. Бір карта ойнап жақсылап демалып отырайықшы, шахмат ойнайық ағамен. Содан Бағдат жаңа мен жақсы көрем, ішек қарын, өкпе бауырды қосып, әдемі қуырдақ жасады. Соны жеп отырып, ағаның бау-бақшасында отырып, бір-екі сағат отырдық. Сол әңгіме айтып, аздап карта ойнадық. Енді өз ақылын айтып отырған кез ақылын айтып отырады ғой, ақылын айтып отырады. Енді ол кісінің кетіп қалады деп кім ойлады. Оның кейінде телефонмен бір өз звондады, осы жерде отырып қой деймін. Атырышқа қайда жүрсің? Сен осы тынбайды екенсің. Кел деп сөйтті маған. Енді өкінішке орай бір шаруаларым болды. Аға енді келе алмаймын деп, ой сен де деп жаңағы ренжіді маған. Енді ағамен етене енді кеткенше қасында болдық қой. Ана Астанадағы жаңа концертін қойып келгеннен кейін құттықтадым. Телефонын айтмаға, әлеуметтік желілерде, интернетте бәрі шулап ана сіздің концерттің бенефисіңіз өте жақсы өтті деп жатыр. Ана әнді жаңа құлыным деген әнді айтқан көп көрсетті. Мен мұны телефондан көп көрсетті. Соны мен өзім құттықтап, Бағдатты құттықтадым. Жақсы барып қайттыңыздар деп. Көп рахмет аға. Енді біздерде кейде Асанәлі ағайымызбен сұхбаттасатын уақыттарды қатты сағынып кетеміз кейде. Бірге отырып. Енді ол кісі білесіз ғой, әңгімеге қандай, әзілге қандай даналығы бар, сөйлесеміз кейде. Осындай уақыттарда біздер жетпейді Асанәлі ағаймен сұхбатымыз. Осындай шақтарда Асанәлі ағай өзі біз білетін, тіліне жиі тие кететін бауырларын
інілерін айтып отырады. Сол іні бауырларының бірі сізсіз. Сізге көп рахмет, сізбен Рахмет. Аға туралы енді көп әңгіме айтуға болады. Енді жаңа айттым ғой, аға енді біздің ойымызда мәңгілік ол кісі сақталатын азамат үлкен. Жаңғыз Алтошканың ағасы емес, бүткіл қазақтың, бүткіл елдің азаматы, қазақтың атын шығарған азамат, аңыз адам, абыз адам деп айтайық. Енді аға біздің ойымызда бүткіл қазақтың ойында мәңгілік. Рахмет аға келгеніңізге. Жақсы. Рахмет, керемет әңгіме болды. Жақсы. Ey takabbар dünya.